скрипка деген оңай аспап емес қой, тартылуу жағынан да, күтімі жағынан да, иә, бұны кәдімгі қаруды баптағандай баптайсыз ғой күн сайын. Баланы қарағандай қарайсыз. Неше жыл болды мына аспапты ұстап жүргеніңіз? Мына қолымда ұстап тұрған аспап, маған бұл аспапты осы госколлекция дейді, біздің Қазақстанның госколлекциясының редких инструментов дейді. Ойнауға берілген инструмент жұмысыма. 18 ғасырдың аспабы. Мәссаған. Петро Гулли дейтін өте әйгілі аспапты істейтін мастерлердің біреуі. Құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы және бүгін бізде қонақта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, скрипкашы және профессор Асқар Дүйсенбаев мырза. Қош келдіңіз. Рахмет. Қалыңыз қалай, сіздің тығыз жұмыс кестеңізден бір жарты сағат уақыт табу оңай болған жоқ. Сол туралы айтып беріңізші, қалай үлгересіз, отбасыңызға уақыт бөлуге мүмкіндік бола ма? Бірінен соң бірі қойылған концерттерге дайындық қалай жүріп үлгереді? Біздің осы концерттік маусым басталғаннан бері шығармашылық кештеріміз көп болды, көп болып кетті алдыңғы жылдарымызға қарағанда. Енді оғанда бас иеміз көнеміз, өйткені ол біздің жұмысымыз, ол біздің шығармашылығымыз. Және мен ойымша, ол да біздің осы көрерменге, тыңдаушыларымызға қажет нәрсе шығар деп ойлаймын. Өйткені көптеген беріліп жатқан, өтіп жатқан концерттік кештерімізде шыны керек өте дарынды және ғаламатты үлкен кісілер өзінің өнерін көрсетеді, өзінің ой білімімен бөліседі дегендей. Жаңа жылға дейін біздің концерттер осы нон-стоп режимінде жүріп жатыр деп айтуға болады. Ал олардың саны сіздің табысыңызға әсер ете ме? Яғни ақтала ма ол қаржылай жағынан? Не дегенмен енді қазір бәрібір маңызды ғой ол дүние? Енді барлығымыз қарапайым адамбыз ғой барлығымыз бізде. Осы келіп жүрген біздің тыңдаушыларымыз сияқты. Сондықтан бізде осы айлыққа қарап отырамыз. Кейбір кезде уақытылы береді ме, бермейді ме деп. Сондықтан осы қаржы жағынан айтсаңыз, енді адам армансыз адам болмайды ғой. Осы өнер саласында қаржыны жақсы көтерсе, ол да артық болмайды деп мен ойлаймын. Өйткені шыны керек, біздің өте көрнекті, жақсы және білімді көптен істеп жүрген біздің әріптестеріміз бар, және де жаңадан өсіп келе жатқан әріптестер бар. Олардың барлығын көтеру үшін, солардың барлығын қолдау үшін мен өзім ойлаймын, өз басым ойлаймын, жақсы қаражат төлеу керек деп. Өйткені барлық кезінде алған адамдар, осы білімін алған адамдар, білімін жақсы бөлісу үшін ол әрине ол ақшаға қарап қалған нәрсе емес қой. Бірақ ол бір мотивация ретінде де бір жақсы болады да. Last tempo prima. Okay. A little shorter. Okay, from F. Күні кеше өткен әлем саз халықаралық фестивалінде үндістандық және италиялық музыканттармен бірге өнер көрсеттіңіз. Лакшми Субраманиам туралы өте жоғары баға беріп едіңіз ол кісіге. Енді ол кісіге мен баға беретіндей кім едім? Ол кісіні кезінде әйгілі, заманында әйгілі, қазіргі кезде осы скрипканың құдайлар деп айтуға да болады. Егуди Минухин, Граппелли, Руджеро Ричи дейтін сияқты дүниежүзілік әйгілі скрипкашылар мойындаған кісілер, кезінде олар бірге дос болған. Бұл Лакшми Субраманиам, бұл сазгер өте құдайдан берілген сазгер деп айтуға болады. Өйткені сол Үндістанның өзінің ақпараттары жазғандай үнді скрипкасының құдайы деп атап, сол кісіге сондай атақ берген.
осы Индияның этно музыкасын қазіргі заманға сай джаз-рок дейміз, фьюжн, электронная музыка дейді. Соның барлығымен бірге синтез жасап істеген, сондай интеллектуалдық музыканы істеген кісі. Желтоқсанда Жұлдызды Олимп деген халықаралық сайыс болады, Ресейде. Соған қазылық етуге барасыз. Осы жылдан бастап Ресейде осы жарыстар реестріне кірген, енді көтеріліп келе жатқан жарыстардың бірі деп айтуға болады. Сол жарысқа Алла бұйыртса, желтоқсан айында Ресейге барып, сол көптеген дарынды балаларды тыңдаймын ба деген үміттемін. Жалпы осындай сайыстар жас музыканттарға не береді, егер тек шындықты айтсақ? Шынымен келсек, енді әр адамның өзінің бір қойған мақсаты бар. Кейбіреулері спорттық режимінде осы мынау жарыстарға қатысады. Өзін мынау термин мынандай айтқан кезде тонусты ұстап тұру үшін. Әр жұмыстың бір кезеңі болады. Сол кезеңді өту үшін адам өзінің білімділігін, сол сапалығын білу үшін бір кезеңде сондай жарыстарға қатысып, өзінің қай деңгейде тұрған таразылап, соны біліп отырады. Сондықтан әр адамның өзінің бір қойған мақсаты бар. Байқауымша, нағыз музыкантты атақ қызықтырмайтын сияқты, олар процесстен ләззат алады. Расы керек, онысы да бар. Бірақ енді мына өмірдегідей, мына шығармашылық өмірінде, жай өмірдегідей, мыңдаған адамның өзінің бір табиғаттық өзінің бір құрылымы болады. Кейбір адамдарға ол мынау қанағаттандырылу керек. Әр жұмыстың өзінің бір кезеңіне келгенде адам өзінің бір жұмысын реттеп келген кезінде ортақ бір буынын шығару керек та, жұмысының. Сондықтан шығарған кезінде соның еңбегінің бағаландырылғанын білу үшін, осындай кейбір кезде атақ ол да адамға керек нәрсе деп ойлаймын. Сол істеп жатқан жұмысының пайдалылығын білу қажет. Оны атақ деп айтпайық, ал адамның мойындалуы қажет. Ең дұрыс сөзі осы шығар. Енді 3 ғасыр бұрынғы аспап біздің заманның тілінде сөйлеп көрсін, Мәселен, алғашқы кездесу, қыз бен жігіттің кездесуі. Қандай музыка ойнайтын едіңіз? And then after I think group. Біздің елдегі классикалық ән кештеріне белгілі бір шығармалар таңдалады ғой. Сол тізімге нені алып қосар едіңіз? Не жетпейді мүмкін? Немесе не ескірді дегендей? Сіз қазір эстрадалық жағында айтып жатсыз ба? Классикалық жағында. Әр нәрсе болып тұрады. Кейбір дарынсызда сазгерлерде болады. Олардың да шығармашын ойнағында келмейді. Ондайда жағдайларда болады. Енді ондай нәрселерді мен енді есіме алуға тырыспаймын. Ұмытып кетуге тырысамын тезірек. Бұның барлығы өмір. Тек қана барлығы жағымды болып тұра алмайды ғой бұл өмірде. Ондай нәрседе енді қажет шығар деп мен ойламаймын, бірақ ондай нәрсе болып тұрады. Ойнауға тура келе ме, бірақ әлде бас тартып ойнамауға құқығыңыз бар ма ондай кездерде? Енді ол әр адамның өзінің сол келіп тұрған
сазгерге адамға өзінің сүйіспеншілігіне байланысты. Енді сол адамды біліп тұрып, жақсы біліп тұрып, жақсы адам екенін біліп тұрып, бірақ енді шығарған сазы дұрыс болмай тұрса, өз ақылыңды айтасың, сол заматында сол нәрселердің бәрін дұрыстап, өзінің әйтеуір керек орнына келтіресің. Сазгер адамдарда әртүрлі болады. Оларда кейін өзінің сол жан дүниесі жабылып қалмас үшін, я болмаса өзін сол қайта қайтып қалмас үшін. Адам әрі қарай даму үшін, енді мен ақыл деп айтпайсың, енді өзіңнің әртеуір білетін біліміңді айтасың. Ал бірақ шыны керек, сазгерлер, олар енді білім жағынан жақсы болу керек. Олар осы білім жағынан фундаменталдық нақты білу керек. Өйткені шығармашылық кезінде әртүрлі аспаптарға шығарылады ол шығармалар. Сондықтан сол шығармашылықты шығарудан бұрын сол аспаптың дүниесін, тарихын бәрін жақсылап біліп алған дұрыс. Және де сол кәсіби мамандармен араласып, соның барлық технологиясын, техникасын дейміз, және қандай осындай мүмкіншіліктері бар екен, соның барлығын ақылдасып біліп алғаны дұрыс. Екінші, достың сатқындығы. Жоқ, қазір мен оны қазір келтіре алмайды да екен. Сәбидің дүниеге келуі, немесе жас таланттың дүниеге келуі. Қазіргі оқыту жүйесінде нені өзгертер едіңіз? Оқыту әдістемесінде мүмкін? Өзінің егемендігін алып, өзіміздің тілімізге келіп жатырмыз, туған тілімізге де. Осы білімімізді біз орыс тілінде алып отырдық, көптеген осы мынау музыка жағында. Бірақ ешқандай тілден бас тартпай, өзіміздің тілімізді дамытып, және осы методикалық жұмыстарды жақсылап нақты істесе, ол да жақсы болатын еді деп ойлаймын, өз басым. Өйткені ол керек нәрсе. Біз бәрібір айтып жатырмыз ғой, болашақта өзіміздің тілімізге келіп жатырмыз, келеміз деп. Сондықтан болашақта арамызда осындай профессионалдық жағында дұрыс анық сөйлесе білу үшін, осы терминдер жағынан, терминдерді енді латын тілінен аударудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол кезінде тарихтан қалған, латын тілінен шыққан сол тілдер, олар бүкіл дүние жүзінде қолданылатын тіл. Сондықтан оны өзімізге бұлай аударуға болады, ал методикалық жағынан жақсылап бір жұмыстар істеу керек, өзіміздің ана тілімізде. Кендрик Ламар деген рэп орындаушысын білетін шығарсыз, естіген шығарсыз, Пулитцер сыйлығын алған тұңғыш рэп орындаушысы болды. Жалпы бұл музыканың қай заңдылығына жатады, сіздің ойыңызша? Өзіміздің осы классикалық музыка, ол да өзінің қаншама эволюциясын өткен нәрсе, сондықтан соның арқасында осы фундаменталдық классикалық музыка болып шықты. Ал бірақ оның алдында ол өзінің сол нүктесін қай жақтан алды? Сол халық өнерінен алды. Халықтан барлығы шыққан нәрсе. Оның барлығы аспаннан түскен нәрсе емес. Сондықтан рэпте оның да барлығы осы, барлығының әртеуір бір түйіндері бар ғой, бір-бірімен жалғасып жатқан жалғаныстары бар. Бірақ әр орындаушының жеткізуі әр қалай. Көп рахмет. Құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы. Келесі кездескенше.